Сәлем достар, алғашқы махаббат жайлы повесть. Дәулетханов Әлімғазы, сырымды айтам. Асия, саған не жазсам екен? Адам қиналған, жабырқаған кезінде не ойламайды дейсің? Аспан алақандай, жер тебіндегідей-ақ болып аттың қуырылатын кездер аз ба? Әсіресе сенің хатыңды алғалы. Әзір бұл жақта күз, 2 күннің бірінде сылдыраған ақ жауын. Біздің отар өзің білетіндей Көксеңгір көлінің бойындағы қой ұрықтандыру пунктінде. Бүгін ғана күн ашылып, өріске ұзап шықтым. Қайың төбе басында тұрып, ауыл жаққа айнала төңірекке ұзақ қарадым. Ой әлемім астаң-кестең. Өзегімді өкініш оты өртеп, құсаланамын. Көз алдымнан өткен кеткеннің бәрі қайшыласа өтіп жатыр. Сені ешбір жамандыққа қиғым жоқ. Жап жақсы басталған істің де осылаушы пәтуасыз мәнсіз аяқталуы мүмкін бе? Өзің ойлашы, сенің таудай талап арқалап білім іздеп кетуіңе қуанбасам ренжимін бе? Егер менің өзің деп соққан адал жүрегімді түсінбей қатыгездік еткенің болмаса, жарқын өмір сапарына өз қолымнан аттандырып, ақ жол тілеп қала бермес пе едім? Онда мына қозысын жоқтап, жарыса маңыраған саулықтар шуылы да оншалық мазаламас еді. Әттең, онда мына қара күздің мезі қылар суық желі де сенің аялы алақаның болып аймалар еді. Ала бұртқан ақ тілек Көксеңгір көлінің сайраншыл құстарының көңіл көгінде шарқ ұрар еді. Қалған көңіл сынған шыны сияқты деуші еді. Көңілімнің қалғаны, меселемнің қайтқаны да рас. Бірақ ашу алды, ақыл соңы ғой. Ақырын күттім. Жастық албырттығы шығар, ойланар, ақ ниет адал жүрек әміріне әйтеуір бір мойын ұсынар деп ойладым. Шарасыз адам сенгіш, ырымшыл болатын сияқты. Әр күні сенен хат келе қалатындай, таңды елеңде батырып, күнді жол тосып, телмірумен өткізіп жүрдім. Әйтеуір алдан күтер жақсылығың болғаны да дәтке қуат екен. Міне, аңсаған арманыма да жеткендеймін. Сенің хатың қолымда тұр. Сан рет оқып шыққан шығармын. Не айтуға болады? Қабырғам қайысып, бұғанам сөгілер қайғылы қазаны да бастан кешкендеймін. Жетімдік тақсіреті тасаяқтай қағыстырып-ақ бақты ғой. Бірақ дәл мынадай ауыр соққыны ендігі өмірімнен күтпеп едім. Өмірдегі бар жақын жанашырым, көңілімнің көктемі, қиялымның қанаты бір өзің едің. Сен менің тіршілігімнің айырылмас бір бөлігіне айналып кетіпсің. Осы қиыр шетте сенімен табыстырған тағдырға айтар алғысым көп-ақ. Енді ойлап отырсам, менің сенсіз, сені ойламай өткізген ешбір кезім болмаған екен. Ту бастан-ақ солай еді. Иә, ту бастан-ақ. Мен сендердің ауылдарыңа бара қалған жылғы қыс өте қатты болып еді ғой. Күн құрғатпай соғатын ақ түтек боран, бет қаратпас қызыл шұнақ аяз, үйлер арасындағы шатырға дейін көтерілген жал-жал қасат қарлар талай уақытқа дейін әр үйді оңашалап, өзара көршілік қарым-қатынастан айырып тастады емес пе? Онсыз да ешкімді танымайтын мен сияқты бөгде жандар состиып, баяғы бөгделік қалпында қала берді. Түйілген қабақ пен томсырайған жатырқау тек көктемнің жылы лебімен әлде қайда ғайып болған сияқты. Мен ауыл адамдары мен көктемнің шым-шымдап бойға кірген жылуымен бірге араласып кеткендей болдым. Сендер мен біздің үйдің арасын қосып тұратын қар дуалы да әлде қашан жоқ болған. Ауыл сыртындағы шексіз алып сахара менің көзіме
азалы ақ көрпесін сыпырып тастап, керіле кең тыныстап жатқандай көрінеді. Қызылды жасылды көктем гүлдері күн өткен сайын өршіген өрттей алаулап, кең даланы кернеп барады. Буыны бекіп, қара құлақтанған қозы-лақ, момақан бұзау, құлдыр құлын өз тіршілігінің думанды бір кезеңіне енді жеткенін сезгендей шарқ ұрып асыр салуда. Жеңіл киінген ойыншыл ауыл балаларының қуанышында шек жоқ. Көше бойындағы балапан тал, теректер күн қызуымен бөрітіп, әлдене қарекетке, ашық қимылға әзірленіп жатқандай. Күн шуаққа төселген киіз үстіне орныға отырып алып, екі дүние тірлігінен түк қалдырмай әңгіме дүкенін қыздырған шал кемпірлердің желпінген көңілді күлкілерін айтсаңшы. Адам жанына ләззат құяр тәтті сезімге толы жақсы күндер бірінен соң бірі өтіп, тіршілік тынысын кеңейте берді. Көктемнің сондай жайдар күндерінің бірі еді. Менің есімнен кетпес қызықты хикая сол күннен басталған болатын. Амал қанша? Сен оны менше сезе алмайсың. Сондықтан менше қадірлеп еске де ала алмассың. Өйткені онда алғаш тұтанған менің жүрек отым бар. Сен клубтан шыққан соң құрбы қызың екеуің қолтықтасып біздің алдыңғы жағымызда алаңсыз кетіп бара жатқансыңдар. Біраз уақыт жүрген соң қатарласа кеттік. Әуелі тосырқай қарасақ та, кинодан алған әсерлеріміз бізді әңгімеге оңай тартты. Мәміле домбыра баян жайында болды. Сен қиялыңдағы әсем дүниеге елтігендей өте толқыған қалыпта келе жатып, шіркін, жаңағы қыз сияқты саусағынан күй сорғалаған домбырашы болар ма едім, әттең, деп барып үндемей қалдың. Сонан соң әлдене есіңе келе қалды білем. Жалт етіп маған қарадың да, еркелеген баладай назды, ұяң үнмен: ағай, сіз домбыраны жақсы шертеді дейді ғой, маған үйрете алмас па екенсіз? Музыканы өте жақсы көремін, дедің. Музыканы өзі орындай алмаса да, сүйе білмеген адамнан бақытсыз жан болмас. Ал шын ықыласыңмен үйренуге бел байласаң, мен дайынмын. Қаншалық өнерім болса, соны аямауға тырысамын. Бірақ менің өнер өрнегім сені қанағаттандыра ала ма жоқ па, ол арасын білмедім, дедім қуанышымды да, күдігімді де жасыра алмай. Сен менен мұншалық ағыл-тегіл дарқандықты күтпеген жандай абдырып қалдың. Бірақ жасөспірім қызға тән алып ұшпа қызу қандылығың өз ықыласыңды тез білдіруге итермелеп тұрғандығы айқын аңғарылды. Рахмет, ағай, ықыласыңызға рахмет, қайтсем де үйренуге тырысамын, дедің. Сәулем, содан бері қанша уақыт өтіп кетті. Дегенмен, қиын да болса, сол кезді есіңе алуға тырысшы. Әрқандай игі істің басталу сәті сүйкімді ғой. Сәуірдің орта шені болатын. Сенің қаладан жаңа келген кезің. Айлы түн еді. Дәл төбедегі толған ай бізге ақ сәулесін молынан төгіп тұрған. Сәуір аспанын алып, қаланың мерекелі кешіндей нұр жайната жымыңдаған сан жұлдыздың жарасымын айтсаңшы. Күнгейден майда самал есіп, сенің плашыңды сусылдатып, төгілген кекіл шашыңды желкілдете желпіп тұрды. Әлі де салқын сызы айыға қоймаған түнгі шыңылтыр ауа бойымызды сергітіп жіберіпті. Бәріміз де бір көңілді әңгімеге жол іздегендей әрнені бір айтып шүйіркелесе кеттік. Әсіресе мен бір түрлі жеңілдейіп, жан дүнием нұрланып кеткендей болдым. Енді ойлап қарасам, сол қайталанбастай әсемдіктер әлеміне
менің саған деген махаббат жұлдызым жарқ етіп көтерілген екен. Содан бері жатсам да, тұрсам да, сәуірдің сол қасиетті кешін менің сүйікті жарық жұлдызымды көңіл көгімнен бір минутта шет қалдырған емеспін. Махаббат, сен бір ғажайып сырға бай, сиқырлы дүниесің-ау. Кейбір қыздармен жастайыңнан бірге өсіп, біте қайнассаң да, ешбір махаббат сезімі оянбай, сіз бізден араспауы мүмкін. Ал кей қыздармен таныса, сырласа келе нағыз сабырлы ой, саналы сезіммен құлай берілуі мүмкін. Ал кейбір тұста ол басқаша бір қырынан қылаң береді. Сезімтал ақынның соқпа шабыты сияқты, ол кейде сүйкімді қыздың болымсыз қылығы мен жай сөзінен де тұтанып, алаулаған өртке айналуы мүмкін екен. Менің жүрек төріме ұшып түскен сол кешкі бір тал шоқ күн өткен сайын ұлғая берді. Қой жайып далаға кетсем, екі көзім ауылда. Ауылға келсем, сенің үйіңде болады. Менің сүйіктім аққудың көгілдіріндей сыланып, қай жерден шыға келер екен деп алақтап жүремін. Кейде қисыны келіп, кездесіп те қаламыз. Шіркін, әлгі тәтті ойлармен таусылмас құштарлық сөздерді қай саптан қағып әкетіп қалды екен десеңші. Сенің алдыңда кешірілмес күнә істеп қойғандай салым суға кетіп, буыламын да қаламын. Домбыраның пернесін ауыстырып, жаңылыс басқанымды өзім де сезбей қалатын кездерім болады. Бір ретте саған ақ бантикті үйретіп отырып, жас қаламға ауысып кеткенімді айтып, сақылдап күлмедің бе? Мен құлағыма дейін қызарып ұялып қалдым. Ондай сәттерде сен сол баяғы алаңсыз, бала көңілмен ашық жарқын отырасың. Сөздерің де төте айтылады. Бар ынтаң домбыра сабағын қуалаған 10 саусақтың қимылында ғана. Сенде шынында музыкаға деген құштарлық бар екен. Үзіп-жұлып үйренген аз ғана күннің ішінде әндерді еркін келтіре бастап едің. Апаң соны місе тұтты ма, жоқ әлде басқалай күдікті ойы болды ма, біздің ермегімізді тиіп тастады. Шынында сен жас едің, кейде бойжеткен есті қызға ұқсайтынсың да, бірақ ол тек әлде қалай еліктеу ғана сияқты болып сезілуші еді. Сондықтан болар әңгімеміз арнасын кеңейтіп, келелі мәселелер жөнінде ауысқанда, сен балаша қысқа қайырып келте түйуші едің. Третий лишний ойынын тапқан, Құдай тілеуіңді бергір, қайсы қыз екен деші. Кеш болысыменен қыз жігіттер ауыл сыртындағы көгалға шығып, дөңгелектене тұрып алып, екі-екіден қуаласушы едік. Біреу әдейі орналастырып қойғандай қуаласу кезегінің екеумізге келе беретіні қандай қызық еді. Ғашық жанның жүрегі мәңгі солай жүгірер болса да алқынар ма? Біз жазғы кеште тербете ән салушы едік. Бір ретте сен бұрын айтылмаған жаңа ән айттың. Өзі соңдай мұңды, төгілген сезімге толы ән екен. Дәл менің аңсай іздеп жүрген әнім. Саған үйрет деп жапса кеттім. Сен қуана үйреттің. Ол менің сүйікті әуендерімнің бірі болып кетіп еді. Ауылдың сәні сендер екенсіңдер-ау қыздар. Көздің жауын алар көп гүлдер ішінде ерекше көркемде, хош иісті райхан гүліндей сенің орның тіпті бөлек екен. Сендер оқуға аттанғалы, мен жұртта қалғандай құлазып кеттім. Осыншама кең дүние тарылып, менің екі өкпемнен қысып тұрғандай. Жаздың мына қызылды жасылды әсем көрінісі де
онша қызықтыра алмады. Жалғыз адамды ой ториды. Күндіз кешке дейін ең далада қой соңында жүру дегеннің қандай қиын екенін енді ғана сезгендеймін. Мен асыға күткен жазғы демалыс та келді-ау әйтеуір. Сендер келіп ауылдың бір беткей қалыпты тіршілігін өзгертіп жібердіңдер. Менің енді қой бағуға барғым келмейтін болып қалды. Бірақ тіршілік жайы бір басқа ғой. Жаңа боталаған інгендей жалтақтап, айналсақтап жүріп, әйтеуір кетемін. Бәр абүйірі, жайлау алыс емес, қойды кезектесіп бағамыз. Сіздер келген күні кешкі серуенге шықтық. Сен бұрала басып, қыз жігіттерге қосылып кеттің. Мен ұзақ жолда атынан айырылған бейшара жолаушыдай бір шетте жалғыз қалдым. Сендердің қол бұлғап шақырғандарың тіпті мені мазақтағандай болып сезілді. Ызаға булығып кеттім. Үйден домбырамды алып шығып, орындыққа отырып, ақ бақайды безектете жөнелдім. Әуен тағы жалғаса берді. Мен бұл дүниенің көңілсіз көріністерінен бір жола алыстап кеткендеймін. Бір кезде қолым талып, көзім қарауытқандай болды. Тұла бойым су болып терлеп кетіппін. Қарным да әбден ашқан екен. Үйіріле бастаған кешкі ала кеуім үйдің мен отырған жағын қараңғылай бастапты. Кешкі серуенге дөңгеленіп, ай сұлу шығыпты. Бірақ әлденеге көңілсіз арудай бозарып, солғын көрінеді маған. Қарасудың майда қоңыр самалы кешкі тыныштықты бұза айғайласқан қыз жігіттердің даусын шалқытып, жаңғырықтырып жеткізеді. Әлдене дыбысқа селт етіп қайрылғанымда біреу келіп қос алақанымен көзімді баса қойды. Сондай ыстық, жұмсақ алақанды сірә көрмеген шығармын. Ентіге алған демі бетімді шарпиды. Өн бойымды нәзік саусақпенен еркелете қытықтап тұрғандай. Егер сен сыңғырай күліп жібермегенде, көзімді басқан саусақтарыңды сипаған күйі отыра бергім келді. Асия деп айғайлап жіберіппін. Отырыс сіздікі ғой, елден ала мұныңыз не? Дедің. Жай ғой Асия, өзімше отырғым келген соң. Мына кеш қандай жақсы, Ана айға қараш, қандай нұрлы, қандай әсем, деппін абдырап. Сен жеңіл күрсініп қойдың. Сосын әзілсіз, кекесін үнмен. Мынау отырысыңыз айдың сұлулығына қызықтап отырғанға ұқсамайды ғой, дедің. Мен қысылып қалдым. Бірақ көңіл көгіндегі ала бұлттар әлде қашан ғайып болған. Жүрегіме шабытты сөз сезімдер, құштарлық тілектері жан-жақтан тамшылап құйыла бастағандай. Сен қырындай келіп, оң жағыма отырдың. Ай сәулесі әлі асып түсе алмай тұрған менің дөңбек орындығымның төңірегі ала кеуім көлеңке еді. Ол бізді жат көздерден жасырып тұрғандай. Ал мен болсам, бара-бара еркінсініп, екеумізге ғана арналған өз үй өлең төсегімізде отырғандай-ақ батылданып кеттім. Асия, сені Құдайдың өзі әкеп берген шығар маған, әйтпесе келмес едің ғой, деппін. Құдайдың өзі дейсіз бе? Егер өзім келген болсам ше? Әй, қайдам, өзің келетін болсаң, бағана неге келмедің? Сен маған сұраулы көзбен тесіле қарап тұрдың да. Солай деңіз. Ал сонда ренжіткен мен болғаным ба? Дедің кәдімгідей таңданған пішінде. Жай біреуге ренжіп қайтем, әрине өзіңе. Сонда сізді менен басқа ешкім ренжітпей қуандыра беретін болса, өміріңіз қуанышты күлкімен өтеді екен ғой. Сен әлде қалай кекесін аралас айттың мұны. Асия жан,
Мен өкпелеуді жақын адамдар арасында болатын базыналық, бір-біріне деген сыйластық, сүйіспеншілікті қызғыштай қорудан болатын сезім толғанысы деген мәнде айтып отырмын. Ал жай адамдар арасында ондай сезім бола бермейді ғой. Сен менің домбырамның құлағын сипалап біраз отырдың да, түсінсем бұйырмасын, сізді ренжітейін деген ойым жоқ еді. Бірақ бәрі нәрсе ойлағандай бола бере ме? Мені бағана келмей кетті деп отырсыз ғой, ренжімеңіз. Әйелдер арасында бір өсектер тарап жүр деп естідім. Апам да қай-қайдағын айтып, құлағымды сарсылтты. Сен даусыңды сыбырлағандай жай шығарып сөйледің. Мен сені аяп кеттім. Қарап тұрып, сенің шайқалмаған тұнығыңа тас лақтырғандай болғаныма өкінгенім сонша, өзімді өзім сонда жек көріп қалдым. Сен менің қолайсызданған көңіл күйімді сезе қойдың білем. Орныңнан лып етіп тұрдың да, алақанымды сарт еткізіп. Мейлі, ел не десе дей берсін, қанеки ән айталық дедің. Осы сөзіңмен мені шыңыраудан жұлып алғандай болдың. Екеуміз қосылып, сызылта жөнелдік. Күндер жылжып өте берді. Тек өтпей мені күйзелтіп, құлазытып өтті. Сен көзге көрініп, далаға шығуды қойдың. Үйіңе барып жағдайыңды білетін күйменде жоқ. Болдырған аттай сенделіп, ұсқыным кетті. Ешкіммен ашық жарқын сөйлескім келмейді. Таз бастан тарақ қалғалы қашан дегендей есік алдына шығып ән айтуда қалғалы қашан. Жайлаудан қайтып келген күні көшеде Мариямен кездесіп қалдым. Сенің жайыңды сұрадым. Ол мұңайған түрде аяғының ұшымен жер шұқып тұрып, әлі естімедіңіз бе? Ауырып қалыпты. Суық деген бе, ыстығы көтеріліп кетіпті деп отырған апасы. Неге екенін білмедім. Мен барғанда сөйлемей қойды, деді. Тұла бойымды діріл билеп, ішкі дүнием алай-дүлей берекелі ойдың тамтығы. Не дейсің, Мария, рас па? Қазір қайда? Деппін даусым жарықтана. Апасы ауруханаға алып кетті. Сауықса нағашыларына апарып ем салдырамын деді. Жалғасы болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.